Байғанин ауданына облыс әкімінің орынбасары Мавр Абдулин бастаған бір топ мемлекеттік мекеме өкілдері барып тұрғындармен кездесті. Олар аудандағы шаруалар мен кәсіпкерлерге орта және шағын бизнес субъектілерін, ауыл шаруашылығы құрылымдарын қолдауға бағытталған іс-шаралар жайын түсіндірді. Кездесуде алдымен облыс әкімінің орынбасары сөз сөйлеп, ауданда ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік саласын дамытудың маңыздылығына тоқталды. Алдағы уақытта осы салаларда қордаланған мәселелер кезең-кезегімен шешілетінін жеткізді. Бұдан кейін жиында облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Құсайын Сәрсенбай баяндама жасады. Биыл ауыл аймақтағы шаруаларға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетілетінін айтып берді. Биыл Байғанин ауданында ауыл аманаты жобасы аясында жалпы құны 386 миллион теңгеге 94 жобаға құжат тапсырылған. Оның ішінде жалпы құны 261 миллион теңгеге 66 жобаға несие берілген. Қазіргі таңда аудандағы кәсіпкерлер мен қожалық басшылары алған несиелерінің арқасында өз кәсіптерін дамытып отыр. Басқосуда облыстық кәсіпкерлік басқармасы кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы Айбек Айтжанов ауыл кәсіпкерлеріне берілетін несиелер мен гранттардың шарттары туралы айтып берді. Ауданда кәсіп ашуға ниетті азаматтарға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. Сондай-ақ кездесуде облыстық жер ресурстарын басқару департаменті, ветеринария, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, Атамекен өңірлік кәсіпкерлік палатасы, аграрлық несие корпорациясы сияқты мекемелердің өкілдері де баяндама жасады. Жиында Мавр Абдулин ауыл тұрғындарын толғандыратын мәселелерге ерекше көңіл бөлді. Атап айтсақ, қазіргі таңда Байғанин ауданында қысқы мал азығын дайындау өте өзекті мәселе болып отыр. Өйткені биыл шөптің шығымы аз, жер құнарсыз. Соның салдарынан қожалықтар өзге аудандардан шөп тасуға мәжбүр. Одан бөлек тағы бір күйіп тұрған мәселе, ауданда бірнеше шаруашылықтың малынан бруцеллез жұқпасы табылған. Қазір мұндағы шаруалар малына ауру жұғыма деп алаңдайды. Себебі аудандағы ветеринар мамандар өз жұмысын жауапкершілікпен атқармай отырған көрінеді. Аудандағы күн тәртібінде тұрған басты мәселенің бірі жол. Олай дейтініміз, аудан орталығындағы Барақ Батыр атындағы көше биыл жөндеусіз қалған. Бюджеттен бұл мақсатқа қаржы бөлінгенімен мердігер мекеменің кесірінен биыл аудан тұрғындары ой-шұқыры көп жолмен жүруге мәжбүр. Айта кету керек, биыл аудандағы әлеуметтік нысандардың дені күрделі жөндеуден өткен. Мұнда көгілдір отынмен, ауыз сумен қамтылған ауылдар саны да жыл артып көбейіп келеді. Мәселен, келер жылдары аудандағы бірнеше ауылға газ құбыры тартылмақ. Оймауыт Миялы ауылдарының газ мәселесі бойынша бүгінгі таңда проекті жобалары жасалынған, қаражаты қарастырылып, енді 24-25 жылдары газ құбырын тарту жоспарда бар. Бірақ бір ескеретін жайт, осы біздің енді аудан мал шаруашылығына бағытталған, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығында әлеуеті зор болғандықтан, енді бұл жерде бір қосымша бір өтініш ретінде айтатын дүниеміз бар. Оймаутқа дейінгі аралықта, жылдың аралығында орналасқан шаруа қожалықтар, яғни бизнес объектілер бар, мал шаруашылығымен айналысып отырған, сол шаруа қожалықтарға осы газ құбырлары өткен мезгілде жаңағы белгілі бір жерлерден белгілеп газ тартуға көздерді қалдырып кетсе деген осы орта және шағын шаруа қожалықтардың басшыларының өтініштері бар. Мүмкіндік жасалса деген, себебі газ құбыры тартылғаннан кейін, ол қасында жақын жерде өтіп жатқаннан кейін, ол сол жердегі шаруа қожалықтарға да тиімді өздеріне жүргізіп алу. Ал Мұңал шаруа қожалығының басшысы Ғазиз Сауыттың айтуынша, қазір ауданда малдың терісі мен қойдың жүнін қабылдайтын пункт ашу керек. Себебі шаруашылықтар малдың жүні мен терісін іске асыра алмай, далада өртеуге мәжбүр. Жүннің мысалға өткізе алмайдық. Жүн қаншама, менің өзімнен бір жылда 12 тонна жүн шығады. Біздің шаруамыз соны мусорға келіп өртеу болып тұр. Оразалин келгенде айтқанбыз ол кісі. Мен айтамын, ең болмағанда сен 20 теңгеден болса да алыңыз. Өйткені біздер енді өртеп, өзім жылда сөйтем. Бірақ мына кейбір халық, сосын ұсақ шаруа жақтар оны өйтпейді, әкеледі, төгіп тастайды далаға. Соның өзі экологиялық бүлдіріп жатыр да. Ең болмағанда тегін алатындай мүмкіндік болу керек қой. Сосын мына терінің проблемасы да қиын болып тұр. Мысалы, қып-қызыл ақша ғой тері деген. Соның бәрін мысалы мусорға тастап жатыр. Қазір мусорда тері жатады. Езін соғым соймақта. Соны экспортташысы, етке де экспортташысы. Кездесуде аудан тұрғындары игерілмей жатқан жерлерді шаруашылықтарға беру, қысқы мал азығын дайындауда кәсіпкерлерге қолдау көрсету, ауыл арасындағы жолдарды жөндеу, малдың жүні мен терісін өткізу секілді мәселелерді көтерді. Мавр Абдулин тұрғындардың қойған сауалдарына жауап беріп, аталған мәселелерді шешу бойынша аудан әкімі мен жауапты мекеме басшыларына тапсырмалар жүктеді. Жиын соңында басқарма басшылары мен қаржылық институт өкілдері ауыл тұрғындарын жеке қабылдап, оларға жан-жақты кеңес берді.
Ақтөбе медиа YouTube арнасы, Кәмшат Сексенбайқызы, Аян Аманғали.